Пайғамбарды түсінде көрген әжейдің әңгімесі. 2020 жыл басталған пандемия ахуалы қажылық сапарына да шектеу қойды. Күллі мұсылман қауымы 2 жыл қатарынан қажылық сапарына бара алмай қалды. Бұл шектеу қажылықтың қадірін одан сайын сезіндіре түсті. Сарыла күткен 2 жылдан кейін ұлы сапарға рұқсат беріле бастады. Алайда бұл жолы жасы 65-тен асқан қариялардың үлкен қажылыққа баруына тыйым салынды. Бірақ жас ерекшелігіне байланысты қойылған шектеудің кіші қажылыққа қатысы жоқ еді. Қасиетті Рамазан айында болатын игі істерімізге үнемі қолдау көрсетіп, жанашыр танытып жүрген бір ағамыз қадір түнін қасиетті Қағба жанында өткізейікші деген өтініш айтты. Мешіттің ізгі іс-шараларына көмектесіп жүретін ағамыздың бұл ұсынысына жоқ дей алмадым. Сөйтіп, күтпеген жерден Алланың қалауымен Мекке мен Мәдинаны бетке алып, сапарға шығып кеттік. Пандемияға дейін Мәдина қаласындағы пайғамбар, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, мешітіндегі Рауда Шарифаға емін-еркін кіріп, тобымызбен намаз оқып, дұға жасап, одан кейін Алла елшісіне сәлем беретінбіз. Пандемия кезінде топталып жинауға тыйым салынды. Жұқпалы дерттің қаупі сейілсе де шектеу өз күшінде қалды. Қазір пайғамбар мешітіне барған қажылар міндетті түрде смартфонға Нусук қосымшасын жүктеп, өзінің кезегі келген сағатта ғана Рауда Шарифаға кіреді. Пайғамбарға сәлем беру үшін де Нусук қосымшасына тіркелуің керек. Яғни қосымшаға кіріп, тіркелген соң жақын күндердегі бос сағатты таңдайсыз да өз кезегіңізді күтесіз. Онсыз кіре алмайсыз. Бұл бір-ақ рет берілетін мүмкіндік. Екінші рет оны қолдана алмайсыз. Бұрын қажылық сапары кезінде Мәдина қаласында бірнеше күн болғанымызда пайғамбарымыз Мұхаммедке бірнеше рет сәлем беріп, бірнеше рет аудаға кіріп құлшылық жасайтын. Өкінішке қарай қазір ондай мүмкіндік жоқ. Алла тағала бізге құлшылықтың қадірін осылайша сезіндірген секілді. Сонымен Нусук қосымшасын телефоны жүктеп алған бір әжеміз байқаусызда бір батырмасын басып, өзіне берілген мүмкіндікті пайғамбар қабіріне кірмей тұрып, яғни алдын ала қолданып қояды. Ал тәртіп бойынша ол батырманы мешітке кірер кезде басып, сол сәтте қызметкерге көрсету керек еді. Тіл білетін жігіттер мешіт қызметтеріне әженің білместікпен батырманы басып қойғанын, ол әлі бұл жерге кірмеген түсіндіріп баққанымен, әлгі кісі тәртіппен талапты алға тартып, ішке кіргізе алмайтын айтты. Әжеміз көз жасын көл етіп, ыммен ишарамен түсіндіруге тырысса да, тәртіпке қатал қызметкер көмектесе алмайтынын жеткізіп, өз шешімін өзгертпеді. Ал таңда біздің топ Мекке қаласына жолға шығу тиіс. Осы жайт әжейдің есіне түсіп кетсе керек. Біз таңертең Меккеге кетуіміз қажет. Мәдина қаласына келіп тұрып, қалайша пайғамбарыма сәлем бермей кетемін. Айналайын, түсінші балам, жібере салшы мені, деп ана тілінде, ана жүрегімен жылап сұраса да өтініш тілегі орындалмады. Осыдан кейін ол: «Уа Алла, өзің куәсің, уа пайғамбарым, өзің куәсің, мен қанша тырысқаныммен мыналар мені ішке кіргізбей жатыр. Саған сәлем бере алмай жатқаным қатты өкінемін. Менің сәлемімді қабыл алшы, уа Алланың елшісі», деп дұға етті де кері қайтты. Кешке қонақ үйге барып, тағы жылай беріпті. Әбден шаршап, ұйықтап кеткен екен. Таңертең жолға жиналып жатқанда апамыз қатарымызға қосылды. Жүзі жайдарлы, көңілі көтеріңкі, қайта жымқияды. Кеше жылап жүрген әжеге мүлде ұқсамайды. Себебін сұрағанымызда: «Түнде түсімде пайғамбарды көрдім. Маған қобалжыма, сәлеміңді алдым», деді. Оянып кетсем түсім екен. Оған да бір жылап алдым. Бірақ менің көңілім ерекше толқып тұрғанмен жүрегім тыныш. Жаратушием жүрегімді мазасыздықты басты. Менің сәлемім пайғамбарыма жеткен секілді.
соған қуанып тұрмын, аллаға шүкір деп жауап берді.